Сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен бірге қазақстандық шоу-бизнестегі ең жарқын, ең көп талқыланатын есімдердің бірі Мөлдір Мұқанова жайлы сөз қозғаймыз. Соңғы апталарда желіде түрлі алып-қашпа әңгімелер өріп жүр. Бірі оны жаңа махаббатқа жолықты десе, екіншісі бұрынғы жұбайымен қайта қосылады деп болжайды. Бірақ шындық қандай? Жуырда Мөлдір жарқыраған жұлдыз бағдарламасына сұхбат беріп, өзін мазалап жүрген сұрақтарға нақ жауап беруден. Ол тек жеке өмірімді жеке өмір деп қалдырамын. Қазір бәрі жақсы, деп қысқа қайырды. Міне, осындай сабыр мен ішкі мәдениет Мөлдірдің қандай тұлға екенін көрсетіп тұр. Бірақ жұрт тынышталмады. Халықтың назары Тұрсынбек Қабатовпен болған қарым-қатынаста. Маусым айында шыққан сұхбатында Мөлдір өте терең, философиялық ой айтты. Бұл өмір. Қабылдадым. Ештеңеге өкінбеймін. Бұдан біз өмірлік сынақтардан сүрінбей өткен мықты әйел образын көреміз. Ол өзі үшін емес, баласы үшін де тыныштықты, рухани тепе-теңдікті таңдаған сияқты. Ал шілденің ортасында ол өзінің Инстаграм парақшасында ерекше пост жариялады. Жарқырау үшін сыну керек болды. Енді жарқырайтын уақыт келді. Бұл сөздер көпшілікке шабыт беріп, пікірлер қарша жауды. Біреулер оны қайратты әйел десе, енді бірі Мөлдірдің жаңа өмірі басталды деп топшылады. Осы жазбасымен қатар Мөлдір Мұқанова жас әншімен бірігіп «Арамызда қалсын бәрі» атты жаңа әнін жарыққа шығарды. Әндің мәтіні де, видеосы да ерекше эмоционалды. Бұл туынды Мөлдірдің ішкі сезімі мен өмірлік өткелдерін көрсете ме? Әлде ол бар болғаны шығармашылық бағыттағы жаңа бетбұрыс па? Желі қолданушылары екіге бөлінді. Мөлдірге тек бақыт тілейміз. Ол нағыз мықты әйел. Қабатовпен байланысы анықталмай тұр. Ашық айтқаны дұрыс еді. Қалай десек те бір нәрсе анық, Мөлдір Мұқанова жай ғана әнші емес. Ол Қазақстандағы мықты мінезді әйел образының символы болып үлгерді. Соңғы жазбасында Мөлдір Мұқанова: кешірші десең де, жүрек бұрынғыдай соқпайды. Жара жазылса да ізі қалады. Жүрек бәрін ұмыта алмайды. Себебі ол енді бұрынғы емес. Кімге таныс жағдай? Деген пост шығарып, жүрегінде мұңы бар және кешіре алмайтынын анық жеткізгендей. Мөлдір өз өмірін қайта қалыптастырып жатыр. Ол енді сыннан өткен, жүрегімен емес, ақылымен әрекет ететін жаңа Мөлдір. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мөлдір Мұқанова жаңа өмірге қадам басты ма? Жаңа әні оның ішкі жан дүниесінің көрінісі ме? Төменде пікір қалдырыңыз, арнаға жазылыңыз және қызықты жаңалықтар үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.